Әбдімұратов Жұбаныш Сүйеноллаұлы, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің электроэнергетика және электротехника институтының директоры. 1969 жылдың 19 тамызында өмірге келген. Техника ғылымдарының докторы, PhD докторы, Алматы энергетика және байланыс университетінің доценті, халықаралық аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің сарапшысы, халықаралық бейбітшілік әлемі шығармашылық бірлестігінің халық мұғалімі медалімен марапатталған. Наши студенты. Біздің студенттер өндірістік тәжірибеден жетекші ірі компаниялардан өте алады. Крупных ведущих энергетических предприятиях, таких как... Атап айтқанда Самұрық Энерго, Кикок акционерлік қоғамы, Алатау жарық және тағы да басқа аймақтық электр желілік компаниялар бар. Олар сол кәсіпорындарға болашақта жұмыс істеуге барады. На сегодня 68 тепловые электрические станции. Бүгінгі күні бұл 68 жылу электр станциялары, 47 бұл гидроэлектростанциялары, 45 бұл күн сәулелік электр станциялары және 29 бұл жел электр станциялары. Яғни жаңартылатын энергия көздерінің бағыты бойынша бүгінгі күні пайыздық үлеске шаққанда олар барлық шығатын электр энергиясынан 3%-ға жуығын құрайды. В 2017 году был подписан меморандум. 2017 жылы ақштың USAID агенттігі мен Алматы энергетика және байланыс университеті арасында меморандумға қол қойылған болатын. Меморандум жаңартылатын энергия көздеріне бағытталған. Қазіргі уақытта ынтымақтастық бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы жаңартылатын энергия көздері бағытындағы аймақтық орталық ретінде Алматы энергетика және байланыс университеті танылды. И Республик Средней Азии. Лабораторная база по возобновляемым источникам энергии. Жаңартылатын энергия көздері бойынша зертханалық база түгелдей заманауи жабдықтармен жабдықталған. Ол жерде студенттер зертханалық жұмыстарды жасап, тәжірибелік сабақтар өтеді. Сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін, күн сәулелік электр станцияларын және жел электр станцияларын дамыту үшін, сонымен қатар гидроэлектроэнергетика бойынша мамандарды дайындау үшін қажет. Біздің түлектер өз салаларында әрқашан үлкен сұранысқа ие. И всегда как электроэнергия.